Баршаларыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жібек каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жасымық сорпасының рецептімен бөлісетін боламын. Орысша айтқанда чечевичный суп етсіз дайындалады. Өте керемет сорпа, жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет заттар: картоп, сәбіз, аскөк, томат пастасы, жасымық керек, күнбағыс майы және де осындай дәмдеуіштер қажет болады. Одан кейін тұз қосуды да ұмытпаймыз. Газдың астын жағамыз, орташа отқа қоямыз қазанымызды. Енді көкөністерімізді кесеміз. Ең алдымен пиязымызды салатын болғандықтан, пиязымызды турап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей 4 бұрышты қылып кесеміз пиязды. Жіңішке қылып кессеңіздер де болады. Енді сәбізімізді кесетін боламыз. Сәбіз кішкене көп уақыт пісетін болғандықтан, оны кішкене 4 бұрышты майда қылып кесетін боламыз. Өйткені жарты сағатта ол пісіп үлгермеуі мүмкін. Картопымызды болса, бір картопты шамамен 6 бөлікке бөлеміз. Осымен көкөністердің барлығын дайындап біттік. Енді қазанымызды қыздырып, бағанағындай, оған осылай майымызды құямыз. Мен қазір астына описанияға қанша май, қанша не қажет, барлығын мен описанияға жазатын боламын. Қажет құрамдардың барлығын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ең алдымен біз қазанымызға пияз және де сәбізді саламыз. Сәбіз кішкене көбірек уақыт пісетін болғандықтан, оны жақсылап тұрып қуыратын боламыз. Шамамен 3-4 минут уақыттай қуырамыз. Пиязымыз жұмсаруы қажет. Соған дейін қуырамыз. Қуырып біткен соң, оның үстінен енді картопымызды қосамыз. Тағы да араластырып қуырамыз. Бұны да қазір біз шамамен 2-3 минуттай уақыт, немесе 4 минуттай уақыт қуыратын боламыз. Енді оның үстінен осындай приправаларды қосамыз. Менде қазір бұл жерде тек қана паприка және кориандр болды. Оның үстіне томат пастасын қосып араластырамыз. Тағы да бір 2 минуттай уақыт қуырамыз. Томат пастасын қосқан соң, одан кейін енді қазір біз бұған үстіне су қосатын боламыз. Қайнап тұрған суды қоссаңыздар, немесе салқын суды қоссаңыздар болады. Одан кейін газдың астын көбейтіп, осы біздің қазір құйған сорпамыз толығымен қайнауы қажет. Сорпа қайнайын деп жатқан кезде, біз мына жерде қазір біз жасымықты жақсылап жуып аламыз. Яғни чечевицаны енді осы сорпаның үстінен құямыз, барлығын саламыз чечевицаны. Одан кейін қазанның қақпағын жауып, толығымен қайнау қажет. Қайнаған соң газдың астын азайтып, яғни орташа қарай түсіреміз. Қазанның қақпағын шеткі жағына қарай қиялап қоямыз. Сонымен 30 минуттай уақыт, 20-30 минуттай уақыт пісіретін боламыз. Сонымен біздің сорпамыз дайын, өте тез дайындалады. Бар жоғы 30 минутта дайындалатын етсіз, өте пайдалы ағзаға сорпамыз дайын болып шықты. Қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Сіздер бір жасағаннан бұл сорпа сіздердің ең сүйікті сорпаларыңыздың біріне айналатынына сенімдімін. Егер де сіздерге видео ұнаса, видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, осы каналыма тіркеліп кетіп, сосын кейін астына лайк, комментарий қалдырып, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Өйткені бұдан да өте көп рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Жібек, келесі кездескенше.